Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз тұшпара тиюдің әдістерін үйренетін боламыз. Мінекей иленген қамырымызды екіге бөлдік. Осыны енді жақсылап жаятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз өте жұмсақ, болмаса қатты емес, өзінің формасын ұстап жаюға ыңғайлы болып тұр. Осылай барлығын жақсылап жайып аламыз. Егер сіз қамырыңызды жарты сағаттан көп қойып қоятын болсаңыз, мүмкін ол жұмсақ болуы мүмкін. Тіпті сол кезде жайылуы қиын болуы мүмкін, бір-біріне жабысып, ұнды көп себуіңіз мүмкін. Сол себепті ұзаққа қоймайсыз. Мінекей қамыр дайын болды. Жұқалығы орташа болады. Өте жұқа болмаса өте қалың қылмаймыз. Қолға ұстағанда бір ыңғайлы өзіңізге белгілі болу керек. Жұқа да емес, қалың да емес қамыр қылып дайындап аласыз. Содан соң кез келген пішінмен, кольцомен өзіңізде не бар, сонымен осылай домалақ пішінге келтіріп қамырларыңызды бөліп аласыз осылай. Болмаса баклажканы осы басын кесіп жасасаңыз да болады. Артық қамырлардың барлығын басын біріктіріп, қайта қамыр қылсаңыз да болады. Тартылған етімізге тұз бен қарабұрышты салып, салмасын дайындап аламыз. Енді қамырларымыздың барлығын біз алдын ала осындай қолорамалдың үстіне орналастырып, бір жағын жауып, сөйтіп ұстайтын боласыз. Жаппасаңыз, сіздің қамырыңыз кеуіп қалуы мүмкін. Ол кезде жабысуы қиын болады, ашылып кетуі мүмкін қайнаған кезде. Сол себепті міндетті түрде бетін жауып отырып жасайтын боласыздар. Салмасын ортасына салып, екі жағын әдемілеп жабыстырып, жаңағы бұрыштарын бір-біріне кішкене ғана айқастырасыз. Мінекей бізде дайын болды. Осындай қылып барлығын осы реттілікпен жасап аласыз. Өте қатты қамырыңызды жаңағы қалыңдау қылып түймейміз. Осындай жиегімен жақсылап басып аласыз. Барлығын осы реттілікпен жасап шығамыз. Бұл бізде бірінші тәсіл болып, тұшпараны тиюдің бірінші тәсілі болып есептеледі. Енді екінші тәсіліне келетін болсақ, жайылған қамырымызды осылай жақсылап оқтауға орап аламыз. Содан соң оны осындай кішкене жұқалау қылып, жіңішкелеу қылып дейді ғой. Осындай қылып бірінің үстіне бірін кезектестіріп, видеода көргендеріңіздей жинастырасыз қамырыңызды. Содан соң оны пышақтың көмегімен жақсылап орташа көлеммен, көз мөлшермен осылай бөлшектерге бөліп аласыз кесіп. Сосын осыны бірнесін жаңағы кесілгенін осылай ашып, төрт бұрышты қылып кесеміз. Көп бірінің үстіне бірін қоймаймыз, жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті осылай екеуден, үшеуден артық жасамайсыз. Осылай көз мөлшермен кесіп аласыз. Бұл бізде тұшпараны екінші тәсілі тиюдің. Осындай көлемде, осындай пішінде болады. Қамырымыздың бетін жауып қоямыз. Және де осы екі басын біріктіріп, кішкене айқастырып, осылай түйе беретін боласыз. Бұл бізде тұшпараны тиюдің екінші әдісі болып есептеледі. Бұл әдісте өте оңай. Қамырды барлығын осылай кесіп дайындап аласыз да түйіп шығасыз. Енді тұшпара тиюдің үшінші әдісі. Мінекей қамырымызды осындай ұзынша қылып, яғни оның үстінен осылай жайған сияқты қылып, қамырымызды ұзынша қылып келтіріп аламыз. Содан соң осындай кішкене бөлшекке бөлеміз, жұқалау қылып аламыз. Енді бірінші кішкене қалыңдау болып кетті. Осындай қылып, жұқа қылып жайып аламыз. Жиектерінің барлығын қолыңызбен ұстап көресіз. Содан соң дәл солай жаңағыдай бірінші тәсіл сияқты салмасын салып, бірақ бұда бірінші тәсілге қарағанда бұл бір-біріне айқастырылмайды. Екі бұрышын кішкене ғана бір-біріне жабыстырып қоясыз, біріктіріп. Ал бірінші әдісте біз бір-біріне 1 сантиметрдің көлеміндей үстіне айқастырып жабыстырсақ, ал бұда бір-біріне айқастырмаймыз. Тек бір-біріне қамырымызды біріктіріп қана қоямыз.
Осылай барлығын жұқа қылып кішкене ғана кесіп аласыз, соны оқтаумен жаясыз, салмаңызды салып шетінен жасап отыра бересіз. Қамырдың бетін міндетті түрде жауып қоясыз. Осылай барлығын жасап шығасыз. Осы реттілікпен көз мөлшермен кесіп алып жасай бересіз. Бұл үшінші әдіс езілмейді, қамырдың дәмі әдемі шығады. Себебі сіз қамырға ұн салып илеген жоқсыз, жайған жоқсыз. Сол себепті бұл қамырдың дәмі басқаша шығады үшінші тәсілдегі. Осылай сіз жасап көріңіз. Барлығын осы реттілікпен мен жасап шықтым. Барлығын түйіп болған соң, міндетті түрде бұларды үлкен қолорамалға осылай реттілікпен жайып, арасын жаңағыдай алшақтау қылып, осылай барлығын жайып аламыз. Енді қасына үшінші түйген, әдіспен түйген тұшпарамызды орналастырамыз. Осылай біз салып болған соң бір жарты сағаттың көлемінде осы сүлгінің үстінде, қолорамалдың үстінде тұрады. Содан соң бұларды алып біз доскаға, тақтайшаға орналастырып, тоңазытқышқа саламыз. Болмаса дәл сол күйімен салапанға біріктіріп салсаңыз да болады бірден. Себебі сіздің қамырыңыз кішкене кеуіп әдемі болып тұрады. Сол себепті ол бір-біріне жабыспайды. Түйу тәсілдеріне байланысты біріктіріп салапанға салып қойсаңыз да болады. Болмаса осы екі әдісті кішкене біріктіріп сала берсеңіз де болады. Бізде өте әдемі болып шыққан, қамыр езілмейді. Қайнаған кезде де, жаңағы тоңазытқышқа салған кезде де бір-біріне жабысып, бір қиын болмайды. Осылай барлығын жарты сағатқа кептіріп аласыз. Содан соң бұны міндетті түрде тоңазытқышқа, салапанға салып сала бересіз. Осылай сақтап қойсаңыз болады. Өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздермен Фариза ас болсын.